Сәлем достар, бүгін ас атасынан нанның шығу тарихымен толықтай бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Нан адамзаттың басты құндылығы, ол молшылықтың және әл-ауқаттың белгісі. Әр адам күн сайын үстел басынан дәмді, хош иісті және жаңа піскен нанды көргісі келеді. Оны ешқандай тағам алмастыра алмайды. Дастарханында наны жоқтың тамағында сәні жоқ деп бекер айтылмаған керек. Нан адамзат үшін тамақтану мәдениетінің негізгі біріктіруші құралы ғана емес, сонымен бірге барлық халықтарды байланыстыратын символ болып табылады. Ол әлемнің барлық елдерінде бар. Нан күнделікті үстелімізде тұрғанымен, оның тарихы туралы барлығымыз біле бермейміз. Археологиялық мәліметтерге сәйкес, нан жер бетінде кем дегенде 30 000 жыл бұрын пайда болған. Пішіні шелпек тәрізді болды және оны дәннен емес, қоға мен қырыққұлақтың тамырынан пісірген екен. 2010 жылы зерттеушілер ежелгі диірмен мен келсап тәрізді тастың бөлігінде ұнның іздерін тапқан. Ол алдын ала тазартылған, кептіріліп, ұнтақталған өсімдіктердің тамырынан жасалған екен. Алынған ұнтақ сумен араластырылды, сөйтіп қамырды тастың үстінде пісірген екен. Бұл тәсіл біздің дәуірімізге дейінгі 9 мыңжылдыққа дейін жалғасты. Кейін жеуге жарамды өсімдіктерді жинаған адамдар тұқымдарды жерге көміп, суарса, олар өнім шығатынын байқады. Алғаш отырғызылған астық дақылы бидай болды. Оның дәндері ұнтақталып, содан табаннан пісірілді. Дегенмен, ұзақ уақыт бойы адамдар үшін азық-түліктің негізгі көзі аң аулау және терімшілік болды. 3000 жылдықтан кейін ғана азықты қолдан жасау идеясы кең тарала бастады. Нан неолит дәуірінде пайда болып, даярлануы тарих тереңінде жатқан өнімнің бір түрі. Алғашқы нан жарма мен судан даярланған. Сол сияқты су мен ұнды кездейсоқ немесе арнайы мақсатта тәжірибелеу қорытындысынан туындаған пісірме ботқаның түрінде болды. Қазіргі уақытта ертеректегі нанның жалғасын бүкіл әлемде әр алуан жармадан даярлайды. Мысалы, мексикалық тортилья, үндінің чапатия, шотландық сұлы жұқа наны, солтүстік америкалық жүгері жұқа наны және тағы да басқа. Шелпек түріндегі нан көптеген ежелгі өркениетті елдердің тағамы болды. Ғалымдардың пікірінше, нанның отаны таяу шығыс. Дәл осы аумақтар қазіргі өркениеттің бесігі болып саналады. Егіншілік пен мал шаруашылығы да осында басталып, алғашқы белгілі қалалар да осында пайда болған деседі. Сондай-ақ, бұл өңірде бидайдан алғашқы таба нандар да пісіріле бастады. Ал ежелгі мысырлықтар алғашқы нан пісірушілер болып саналады. Олар астық өнерінің барлық құпияларын жақсы меңгерген екен. Нанның атын ежелгі грек наубайшылары қойған деседі. Олар оны клибанос деп аталатын саз құмыраларды дайындаған екен. Кейінірек готтар, яғни көне дәуірдегі герман тайпасы, оны хливске ауыстырып, одан ескі неміс тілінде хлайб сөзі пайда болды. Ал кейінірек славяндықтар хлеб атауын қолдана бастаған екен. Айта кететін жайт, дән егу мен нан пісіруге бірінші болып салт дәстүрлікке мән берген гректер екен. Сонымен қатар римдіктердің де егіншілік пен нан өндірісіне деген көзқарастары да жақсы болды. Тіпті Рим азаматтарының нанға деген құқықтары болды. Бұл жай ғана тамақ емес, қоғамға тиесіліктің белгісі. Яғни Юлий Цезарь мен император Октавиан Август ай сайын 320 000 адамға тегін нан таратқан екен. Еркін азаматтар 34 келі бидайдан алған екен. Бұл үлкен отбасын тамақтандыруға жеткілікті болған. Ашытқыдан жасалған нан алғашқы рет Мысырда жергілікті жерде астықтың өсуіне қолайлы жағдайлардан пайда болды деп есептеледі. Ал мұндай нанды даярлауға екі қасиетке ие болған бидай сұрпын шығару қажеттігі туындады. Мысырдың ерте династиялық кезеңде жасалған алғашқы жертіруде алдын ала отқа кептірмей бастыратын бидай түрі табылып және өсірілді.
Алғашқы аштығы қамыры біздің заманымызға дейін 7 ғасырда қолданыла бастады. Алайда осындай қамыр илеуге болатын бидай өте сирек кездесті. Ұлы дала халықтары арасында да нан ерекше құрметке ие болды. Ауыл шаруашылығы әсіресе солтүстік өңірлерде дамыған екен. Онда арпа, бидай, тары мен бұршақ егілді. Соңғы тұжырымдарға сәйкес қазақ даласында жоңғар шапқыншылығы кезінде де егіншілік тоқтамаған. Ең көне қоныстар орналасқан жерлерде сақталып, немесе қайта жандана бастаған екен. Адамзат дамуының астық теориясына сәйкес, адамдар дәнді дақылдар өсіріп, нан пісіруді үйренгеннің арқасында қалалар салып, өркениеттер құралды. Қалай болғанда да ас атасынан әлі күнге дейін жер бетіндегі ең маңызды әрі тұрақты тағам түрлерінің бірі болып табылады. Онсыз тіпті өмірімізді елестету де қиын. Қазақтардағы ежелгі нан түрі ашытылмаған қамырдан жасалынған. Қазақтың қара қарымтасы болған. Қамырды ашытып нан пісіру технологиясы үнді еуропалық халықтарға тән деседі. Этнологтардың пікірінше, қазақ халқында астықтан нан өнімдерін пісіріп дайындаудың негізгі 3 түрі болған. Бірінші, нанды қоламтаға көміп пісіру, яғни көне тәсіл. Екінші, табаға, қазанға, тасқа жауып пісіру. Үшінші, тоңмайға, өсімдік майына қуырып пісіру екен. Бірінші тәсіл бойынша көмеш қоламтадан күлше дайындалады. Мұнда қамырды дөңгелектей жазып, оттың шоқ араласпаған ыстық қоламтасына көміп пісірген екен. Егер ұсақтап кесіп қоламтаға көмсе, ол тоқаш деп аталған. Нанды осылайша пісіру мен оның аталуы орта ғасырларда да көмәч күлге көмілген нан, яғни күзмән көмпеш нан делінген екен. Таба, тас, қазанға пісіру кезеңінде қамыр жапсыру үшін оған май пайдаланған екен. Адамзат баласының негізгі азық көзі, тарих бойынша ең көп тұтынып келген құнарлы қорегіміз нан біз үшін үлкен нығмет болып табылады. Сондықтан бұл нығметтің қолдан кетпеуін, обал болмауына да мән беруіміз керек. Нанды ысырап қылмай, обал қылмай, шүкірлік етіп ас атасы нанды қадірлейік.